Сәлеметсіздер ма, құрметті достар? Сендермен бүгін неврозды емдеу туралы техникамен бөліскім келіп отыр. Мына алдарыңызға сендерге көрсеткім келіп отырғаны, мынандай адам үш сатыдан тұрады екен. Адамның жан тәні осындай үш сатыдан тұрады. Мына бірінші сатымыз біз бір деп алайық, мынаны екі деп алайық, мынаны үш деп алайық. Өздеріңіз көріп отырғандай үш шеңбер бар. Мына сыртқы шеңбер, біздің бір деген шеңберіміз, бұл адамның қоғамы, отбасымыз, жақындарымыз, туысқандарымыз, яғни бұны сыртқы аймақ деп атайды. Сыртқы аймақ деп атайды. Яғни бұл біздің сыртқы аймағымыз. Сыртқы аймаққа не жатады? Бұл біздің сыртқы аймақтағы көретін белгілеріміз. Көреміз, естиміз, сонымен қатар сезінеміз. То есть сезінбейміз, иісін байқаймыз, Міне, естиміз, көреміз. Сыртқы аймақтағы біз болып жатырған нәрселердің бәрін байқаймыз. Міне осындай сыртқы аймақтар, мен арнайы сендердің көздерінше бояп отырмын, түсінікті болу үшін. Бұл сыртқы аймақ. Яғни біз адамдармен не істейміз? Туысқандарымыздың қандай күйде жүргенін, баламыздың не істеп жүргенін, үйдің қандай жағдайда екенін, үйдің шашылып жатырғанын көз арқылы көреміз, біреудің ашуланатынын құлақ арқылы естиміз, сигнал аламыз, сондықтан тамағымыздың күйіп кеткенін кейде ар жаққа жүгіріп кетіп қалып, телефонмен сөйлесіп келген кезде мұрын арқылы иістің шығып жатырғанын сеземіз, Міне осындай сыртқы аймақтар. Сыртқы аймақта біз сыртқы пішінімізге қараймыз, сәнді киінеміз, қонаққа барамыз, подарка алып, бұның бәрі сыртқы аймақтар, Бұл сыртқы аймақ бізге өте важны. Сіздер кішкене бір шолу түсіндіріп айтайын деп жатырмын. Мұна біздің үшіншісі, ортаңшы аймағымыз, бұл біздің жан қалауларымыз. Жан қалаулары. Көрдіңіздер ғой, Мынау біздің жан қалауларымыз. Бұның ішіне жан қалау дейміз, тіпті тән қалаулар да кіріп жатады. Жан мен тәнді айыруға болмайды. Міне, біздер қонаққа барамыз. Сосын қонаққа барған кезде әдемі тост айтамыз, сәнді подарка, сыйлықтар береміз. Бірақ өзіміздің қалауымызды міндетті түрде біліп отыруымыз керекпіз. Сол кезде осы ортада не болады? Үйлесімділік болады. Бірақ алайда біз өзіміздің не қалайтынымызды түсінбей қаламыз. Бізге не керектігін аңғармай қаламыз. Кейде қатты шаршағанымыз соншалықты бізге не істеу қажет екенін де байқамай қаламыз. Түрлі қоғамда жүріп, осындай өміріміздің айналамызда жүріп, қоршаған ортада адамдарымыз, жақындарымыздың бәріне ешкімге отказ бермейміз, мүлдем көмектесіп жүреміз, барлық дегендерін жасаймыз. Жақсы келін, жақсы ана, жақсы жар, жақсы қыз, жақсы құрбы деген сияқты барлығын өзіміздің тарапынан барлығын жасап жатамыз. Алайда бізді ренжітеді, алайда біздің көңілімізді қалдырады, сондай жағдайлар болады. Бәрі осы неге сыртқы қоғамда болып жатырған нәрселердің бәрі. Енді алайда айтып кеткен кезде біз ішкі жан дүниеміз әртүрлі сезімде болады. Алай-дүлей, сенімсіз, керек па, керек емес па, шаршаймыз, ренжітеді, көңіліміз түседі, көңілімізге қаяу қалдырады. Бұл жерде осы жердегі жан тәніміз сезініп жатады екен. Ал барлық іс-әрекеттеріміздің бәрі біздің мына зонада болады екен. Көрдіңіз ғой, осы зона арқылы. Яғни бізге мына зонаға не керек, соған қалыпты ғана біздер іс-әрекет жасауымыз. Алайда біз мынаға не керектіні біз аңғармаймыз, мына сыртқы объективке не керек, соны жасап жатады екенбіз. Сондықтан бұл жанға керек пе, тәнге керек пе, кереміз мүлдем байқамаймыз. Сондықтан кейде біз кейбір істеген істерден ләззат алмаймыз, істеп жатқан істерімізден шаршаймыз, энергияның болмауы осы жағдайда болады. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға көшетін болсақ, невроз деп жатырмыз. Ал невроз қайдан болады? Невроз біздің осы аймақта болады. Яғни біз жан тәніміздің қалауын түсінбегендіктен осы жерде қорқыныш, қысқартып жазып жатырмын, күмән, осы жерде түрлі жағымсыз ойлар, сенімсіздік, бәрі осы неде біздің ортаңғы аймақтағы зонада болып жатады екен. Бұл енді сендерге түсінікті болса, мен жаймен деп ысырып қояйын, Енді көз алдарыңызға жаңа айтып кеткен үш аймақты мен белгіледім. Сыртқы аймақ, орта аймақ және ішкі аймақ.
Сыртқы аймақтағы біз не істейміз? Көреміз. Одан кейін естейміз. Байқаймыз десек те болады, көруге жатады. Бірақ мен сөздіктерді көп қылып жаза беремін. Байқау дейін қысқартып. Да? Байқаймыз. Және аңғарамыз тоже. Аңғару. Көрдіңіздер ғой, да? Мына осы болып жатқан сыртқы аймақтағы нәрселер. Көршіміздің қалай сөйлегені, да? Күйеуіміздің айтқан сөздерін естиміз. Жылы сөз, қатты сөз, ұнамайтын сөз, ұнайтын сөз байқаймыз. Біреулердің дөрекі жүргенін, әдепті жүргенін, сүйкімді жүргенін, да, әртүрлі байқаулар бар. Аңғарамыз, да, біреудің ес алаңғыры жасағанын, дөрекілік жасағанын, ұятсыздық жасағанын, да, заттың орнында дұрыс тұрмағанын аңғарамыз, мысалы қарап тұрған кезде, да. Бұның бәрін біз сыртқы қоғамда киіміміздің дұрыс теріс киіп алғанын аңғарамыз, шешіп қайтадан киеміз, да. Балаларымыздың шаштары дұрыс таралмаған, жуылмаған деген сияқты біз өзімізден немесе өзгелерден сыртқы неде аймақты аңғару, байқау, есту, бұл сыртқы нелер аймақ. Енді біз осы сыртқы аймақты қаншалықты боламыз? Осыған байланысты. Менің зерттеуіме байланысты көп адамдар сыртқы аймақта осындай ғана процент болады екен. Енді ішкі аймаққа келетін болсақ, ішкі аймақ біздің ол денемнің құрғап жатырғаны, шөлдеп жатырған, яғни бұлар дене сезінулері. Дененің сезінулері, шөлдеп тұрмын, ұйқым келіп тұр, шаршап тұрмын деген сияқты. Түрлі жүрегімнің қатты соғып жатырғанын сезініп жатырмын, ашуланып жатырмын, соны байқап жатырмын деген сияқты түрлі мыналар сезінулер. Яғни біздің денеміздегі және денеміздің ішіндегі, яғни ішкі деп тұр ғой, өзінің атауы ішкі жанымыз бен тәніміздің сезінулері. Көбінесе мен практикада байқаным, бұл нәрселерді адамдар сезінбейді екен. Сондықтан бізде мына түрлі психосоматикалық аурулардың болатын және невроздардың болатын себептері осыған да байланысты. Енді келесі орта зонаға келетін болсақ, орта зона деген көрумен жаңағы сыртқы аймақ пен ішкі аймақтың ортасында адам жоғалып кетеді. Не сыртқы аймақта болмайды, не ішкі аймақты сезіне алмайды. Сол кезде адамда бұл жерде ойлар, қорқыныш, яғни олар жоқ қой, көре алмаймыз ғой біздер, біздер просто не істейміз, соларға ойлаймыз, қорқыныштарға батамыз. Бұл жерге фантазиялар да кіреді. Мысалы фантазия демекші түрлі ойлар болады. Мә анандай жерге, бәлен жерге барсам мынандай болып кетем, олар маған мынандай деп айтуы мүмкін. Мә одан кейін қара бет боламын. Қара бет болғаннан кейін мені сыйламай қояды. Менің деген адамдармен қарым-қатынасым нашарлай бастайды. Одан кейін менің деген ешкімге ешқайда шықпай қалатын болдым. Байқап отырсыздар ма? Яғни фантазия кетіп жатыр, терең құдық қазғандағандай шеті жоқ, жердің шеті жоқ сияқты қазылып ары қарай кетіп жатыр, бүйтіп айтсам болады. Түрлі ойларға бату, қорқыныш, фантазия, жағымсыз ойлардың бәрі осы жерде болады. Неге адам жағымсыз ойларға түседі? Неге мұндай ойларға беріледі? Себебі адамдарда не жоқ? Қазіргі таңда іс-әрекеттің шектеуінен деп айтсам бұл. Жоқ деп айта алмаймын. Сендер бір нәрсемен айналысып жүрсіңдер әрқашан. Іс-әрекеттің шектеуінде. Мысалы, мен көріп отырмын, үйімнің мысалға люстрасының шандап кеткенінде неге маған жүгіріп барып іс-әрекет оны жумасқа? Мен оны көремді, отыра беру мүмкінмін, сондықтан ананы ойлап, мынаны ойлап, сол кезде менде не істейді, түрлі ойлар пайда болып бастайды. Адам міндетті түрде қозғалып отыру керек екен. Және екіншіден, мына орта зонада бізде адамдардың көп пайызы болатын себебі 70 пен 90% осы жерде жүреді екен. Неге? Себебі адамдар осы пайызда жүретін себебі, оған себеп болатын нәрсе мана айтып кетті, іс-әрекет, және олса да өздеріңіздің баяда бір ойлап жүрген істеріңізді, армандарыңызды, ниеттеріңізді
аяқсыз қалдырып кеткеннен де бұлар ояна береді екен. Көрдіңіздер ғой, не аяқсыз. Және оған екінші себеп болатын нәрсе психотравмалар себеп болады. Психотравмалар себеп болады. Психотравма деген шок, эмоционалдық шоктар, күтпеген жерден сатқындық, қаза болу, балық кезеңде болуы мүмкін түрлі жиналып қалған шок және стресстер адамды осы санада ұстап тұрады екен. Көптеген адамдар айтып кететін жағдай здесь и сейчас деп айтамыз ғой, орысша айтамыз здесь и сейчас деп бірақ қазіргі таңда былай қазақша айтқан кезде дәл қазіргі шақта біз өмір сүре алмайды екенбіз. Неліктен? Оған не себеп болады деп ойлайсыңдар? Себебі біздер қазір дастарханға отырып, дастарханның әдемі жасалған дастарханды көре отырып, достарымызбен әдемі әңгімелесе отырып, тамақтың дәмін байқай отырып, керемет сезімде здесь и сейчас демекші, және сонымен қатар ішкі сезімімізбен балқу, қуану, шаттану деген сияқты сезімдерімізбен отырмайды екенбіз. Көрдіңіздер ғой. Оған тағы бір себеп болатын, төртінші себебі біздер ішкі жан дүниемізбен тән дүниемізге көп назар аудармаймыз. Мана көрдіңіздер ғой, 5% не үшін жасып кеттім? Себебі біздер денеміз не қалайды? Шөлдепті, жатқымыз кепті. Біз сол потребность дейміз ғой, қалауларды орындамайды екенбіз. Міне осылайсыз. Және біздер мына жақта жүреміз, оның үстіне 70% мына жақта жүреміз. Соқтан біздің энергиямыз болмайды. Бізге энергия беретін ішкі ресурсты ашатын маман ретінде айтам. Ішкі жанымыз, тәніміз деген прям бар ғой, жігерлі тәніміз деген көзімізде от жанып тұрған, өмірге ғашық болып тұратындай, барлық істі істегісі келіп тұратын тәніміз, көзімізден құлшынып тұратын энергия, ішкі жан дүниеміз прям бір істі аяқ соңына дейін жеткізгісі келетін энергия, күш қуатты біз қайдан аламыз? Осы қалаулардан алады екенбіз. Яғни біз бұл жерге, көрдіңіздер ғой, мен сызтсам, бұл жерге біз мынандай қылып өзіміз отыра осыға мән бермегендіктен, біздер не істейміз? Көбінесе оны сырттағы объективті заттардан іздейміз. Олар бізді мынандай сияқты қандыра алмайды өзіміздің ішкі жан дүниеміздің қалауын. Сондықтан біздер ойларға, яғни түрлі невроздарға берілетін себебіміз осыдан екен. Сондықтан психотравмаларды емдеу керек. Егер психотравма жоқ болатын болса, міндетті түрде сыртқы объективпен ішкі аймақтың екеуінің ортасында гармонияда отырған кезде ғана сендерде бұл не істемейді, орын алмайды. Сол кезде ең қалыпты жағдай, мынандай жағдай болмайды. Көбісі маған айтады, қорқамын. Неден қорқасың? Конкретно қорқатын нақты анау-мынау деп айта алмаймын, бірақ қорқынышым бар дейді. Себебі бұлардың бәрі жоқ нәрселерден біз қорқамыз. Біздің ойларымыз, сенімсіздігіміз, жағымсыз мидағы ойлар келе береді. Көрдіңіздер ғой. Ал енді ол үшін не істеу керек деген сендер маған сұрақ қоясыңдар ба? Әрине, қазір сендерге енді техника беремін. Олай болса, сыртқы объективке байланысты міндетті түрде дәл қазір мен не көріп тұрмын? Не байқап тұрмын? Не аңғарып тұрмын деген нәрселерді сендер күнделікті жазып отыруларыңыз керек. Бұл жаттығуды сендер күнде дәл қазір мен не көріп тұрмын, не байқап тұрмын деп әр нәрсені зерттей отыра аңғарыңыздар. Ол үшін не істеу керек деген сұрақтар бар ма? Мына қазір, дәл қазір, яғни гештальт бағытында дәл қазір мен осы қызылмен жазылған сөзді көріп тұрмын және не істеп отырсыңдар?
Айгүлдің қолын көріп тұрсыңдар, фломастерін көріп тұрсыңдар, жазуды көріп тұрсыңдар. Сонымен қатар дәл қазір сендер менің даусымды естіп тұрсыңдар. Дәл менің сөзім даусымды естіп тұрған кезде сендер қандай күйдесіңдер? Міне, қандай күйдесіңдер? Ойға кетпейміз, анализдемеңіз, ешқашан анализдеу, талқылауды тоқтатыңыздар. Данный момент, егер невроздан шыққыңыз келетін болса, қандай күйдесіңдер? Не сезініп жатсыңдар? Вот, тыңдаңыздар, қандай күйдесіңдер? Тыңдаңыздар денелеріңізді. Дәл қазір мен не көріп тұрмын? Не көріп тұрсыңдар? Жан-жақтарыңызға бұрылыңыздар, қараңыздар. Дәл қазір мен не көріп тұрмын? Шәйнек көріп тұрмын, дәл қазір стол көріп тұрмын, балалардың жүгіріп жүрген дауыстарын естіп жатырмын. Дәл қазір жаңағы біреу бәленше телефон сөйлесіп жатыр. Дәл қазір мен жаңағы қарындаштың тұсы ашылғаны осындай екенін көріп тұрмын. Дәл қазір бұл менікі мысал. Сендер дәл қазір мен не көріп тұрмын, не байқап тұрмын? Дәл қазір, прям дәл қазір сол көрген нәрселерін дәл қазір бір өтіп бара жатыр, телефон қойып жатыр. Дәл қазір мен жайғасып отырып жатырмын. Дәл қазір мен өзімнің шаршап кеткенім сөзін атым. Дәл қазір мен шөлдеп тұрмын. Дәл қазір мен ысылап тұрмын. Дәл қазір мен жатқым келіп тұр. Дәл қазір мен өзімді босансып сезініп отырмын. Дәл қазір мен не ойларымды білмей отырмын. Дәл қазір мен терезеге қарадым. Дәл қазір мен терезеге қарап отырып талдарды көріп отырмын. Дәл қазір мен талдарға қарап отырып құстардың шымшықтардың дауыстарын естіп отырмын. Дәл қазір мен талдардың жыбырлағанын, шөптердің басының қозғалғандарын көріп отырмын. Дәл қазір мен үйлердің крыша төбелерін көріп отырмын. Дәл қазір мен тағы да шымшықтардың әдемі өлең айтып жатырған естіп жатырмын. Мен дәл қазір қандай күйдемін? Қызық, түсініксіз күйдемін. Тағы да естігім келіп жатыр. Дәл қазір мен өзімді қалай сезініп жатырмын? Дәл қазір мен деп осы техниканы дәл қазір көру арқылы арасында денеңізді тыңдай отырып жалғастыру керек. Денені жалғастыру өте оңай емес, бұл қиын, сондықтан бірінші очередь 30%-нан көп болған сыртқы аймақтан бастаймыз. Содан кейін барып, уже ішкі аймақты жаймендеп, дәл қазір мен не сезініп отырмын? Жерде келе жатсаңыздар, далада жер, дәл қазір мен жерді басып келе жатырмын, аяғыммен жердің қатты екенін сезініп келе жатырмын. Дәл қазір мен өзімнің аяқ қолымды сезіп келе жатырмын. Дәл қазір мен желкемді қасығым келіп кетті. Дәл қазір мен очкиімді көтеріп жатырмын. Дәл қазір мен шашымды сипап жатырмын. Дәл қазір мен сумкамды қолыма, иығыма іліп жатырмын. Дәл қазір осы техниканы ойша да кез келген уақытта жасай беруге болады. Көрдіңіздер, қандай ми демалып қалады, тынығып қалады, ойлардан бәрінен ми керемет демалып қалады. Сендерге қалай, бұл техника ұнады ма? Дәл қазір мен естіп жасайым деген әлде жоқ па? Астарына бөлісіп кетіңіздер. Мен ары қарай келесі техниканы бөлісетін боламын. Егер сендерге ұнаса, жазып кетіңіздер. Бұл маған өзінің техникаларын сендерге бөлісуге құлшыныс береді. Және бұл техника туралы қандай ойдасыңдар, қандай сезімдесіңдер, тоже бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Көп рахмет.